Ассалаумалейкум, құрметті қазақ елі. Горбачев Совет одағының басшысы болған соң, Қонаевты орнынан алып тастады. Қонаевтың орнына президент болуға Нұрсұлтан Назарбаев пен Зақаш Камалиденов таласты. Бірақ Горбачев айдаладан Колбинді әкеліп президент қылып тағайындады. Бұған Назарбаев пен Камалиденов қатты ашуланды, бірақ үндері шықпады. Сол кезде Мұхтар Шаханов ештеңеден қорықпай, биік мінберде ашық шындықты жайып салды. Ол қазақ халқының мұңын жоқтады. Сол кезде Мұхтар Шахановқа ашуланған Назарбаев оны бетіне шапалақпен тартып жіберді деген сыбыстар бар. Егер Горбачев Мұхтар Шахановқа ерегіспегенде, ол Қазақстанның президенті қылып, осы Мұхтар Шахановты қояр еді. Бірақ Горбачев та Назарбаев та Шахановты кешіре алмады. Олар кешірмейтіндей Шаханов қандай қателік жасады, немесе ерлік. 85 жылы Горбачев Совет одағының бас хатшысы болып келген соң, бірінші кезекте Қазақстанды басты назарға алды. Себебі Қазақстан одақтағы Ресейден кейінгі екінші үлкен мемлекет еді. Ол Қазақстанды ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстағысы келді. Тіпті өзіміздің орталық компартияның хатшысы Зақаш Камалиденов былай деп еді: жоғары оқу орындарында қазақ студенттерінің үлесі 70%-дан асты. Бұл Қазақстандағы қазақы ұлтшылдықтың көрініс табуын білдіреді деп, Алматыда жоғары білімді қара домалақ балалардың көбеюіне алаңдаушылық танытты. Совет билігі қазақтарды колхозда жұмыс істеу керек деп есептеді. Егер Совет одағы құламай, тағы 30 жыл тұрғанда қазақтар ана тілінен толықтай айырылып, Ресейдің бір бөлшегі болып кетер еді. 80-ші жылдардың соңына қарай Мұхтар Шахановтың мансабы жақсы басталып келе жатты. Ол КСР халық депутаты болып сайланған болатын. Егер Горбачев пен Колбинге жағымпазданғанда білдей бір министр немесе облыс әкімі болып кетер еді. Ары қарай Мұхтар Шахановты халық 91 жылы президент қылып сайлап алар еді. Бірақ Мұхтар Шаханов 89 жылы өте үлкен қателік жасады. Осы қателік оның карьерасына нүкте қойды. 89 жылы Қазақ КСР жоғары кеңес депутаттары мемлекеттік тіл ретінде орыс тілі мен қазақ тілін қатар қабылдамақ болды. Оған бәрі келісіп тұрды. Егер келіспесе, Кремль оларды қызметтен алып тастауы мүмкін еді. Сол кезде Мұхтар Шаханов ашудан қалш-құлш етіп мінберге көтерілді. Егер орыс тілі мен қазақ тілінің мемлекеттік статусы тең дәрежеде болатын болса, қазақ тілі орыс тілінің көлеңкесінде қалып қояды. Сондықтан да мен бір ғана тілдің, қазақ тілінің мемлекеттік тіл болуын құптаймын. Және қайта дауысқа салуыңызды өтінемін. Егер қайта дауысқа салмасаңыздар, бүкіл елді көтереміз. Мұның соңы 2 желтоқсан болады дейді үстелді ұрып. Бұл сөздерден президиумдағылардың бәрі қатты қорқып кетті. Сөйтіп қайта дауысқа салу туралы шешім қабылдап, нәтижесінде орыс тіліне мемлекеттік тіл статусы берілмеді. Егер сол кезде Мұхтар Шаханов болмағанда, Қазақстан орыс тілді мемлекет болып мәңгүртке айналар еді. Шахановтан басқа барлық депутат қазақ тілінен өздерінің қарақан бастарын жоғары қойып, қызметтен айырылғысы келмеді. Оларды сатқын десек қателеспейміз. Өйткені олар кейіннен орыс тілін ресми тіл деп бекітті. Сол себепті де әлі күнге дейін елімізде орыс тілі қазақ тілімен қатар қолданылып келеді. Горбачев басшы болып тұрғанда Қонаевты орнынан жұлып алып тастады. Орнына Колбинді қойды. Бұған бүкіл қазақ халқы ашуланды. Тіпті сол кездегі Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің хатшысы Зақаш Камалиденов пен Қазақстан министрлер кеңесінің төрағасы Назарбаев та бұл тағайындауға қапа болды. Өйткені олар өздері президент болғысы келген еді. Сол себепті де Камалиденов пен Назарбаев Алматыда желтоқсан оқиғасын ұйымдастырды деген болжам бар. Бірақ желтоқсан оқиғасы туралы құжаттар КГБ-ның базасында жасырылып жатқандықтан, оның құпиясын әзірге ешкім білмейді. Куәгерлер жатақханаларда қара волға мінген біреулер аралап, студенттерді алаңға шақырды дейді. Қысқасы, Горбачев алаңға шыққан қазақ жастарын қырып салды. Бәрінің өмірі күл талқан болды. Тіпті Назарбаев та желтоқсаншыларды ұлтшылдарға теңеп, Совет одағын ыдыратуға тырысқан сепаратистер деуге дейін барды. Беспокоит усиливающиеся в стране сепаратистские центробежные тенденции, интеграция национальных интересов, о которых так часто говорит Михаил Сергеевич Горбачев. Сол кездегі қазақ қаламгерлері, эстрада жұлдыздары, саясаткерлер алаңға шыққан жастарды кінәлап, газетке мақалалар шығарды. Қазір біз аға буын деп сыйлап жүрген құрметті әншілер, актерлар қазақ жастарын маскүнемдер, бұзақылар деп сынға алды. Аттарын атап, түрлерін түстемей-ақ қояйық. Желтоқсан оқиғасын кейін
қазақ халқының мысы басылып, сүмірейіп жүрді. Қазақты сүмірейткен өзіміздің қазақ басшылар еді. 89 жылы Кремльде үлкен жиын өтті. Бұл жиынға Горбачевтан бастап, барлық 15 республиканың басшылары, Совет одағының министрлері, генерал, сот, прокурорлар қатысты. Мұхтар Шаханов Горбачевқа қайта-қайта жалынып жүріп, мінберде сөйлеуге рұқсат алды. Себебі ешкім Шахановты сөйлеткісі келмеген еді. Горбачев одан не туралы айтасың деп сұрағанда, Арал теңізі туралы айтам деп алдайды. Горбачев мейлі деп оған рұқсат береді. Шаханов мінберге шыққан соң мүлде басқа тақырыпта баяндама жасайды. Бұл баяндама талайдың төбесінен айзағай түсіргендей болды. Тіпті Назарбаев ашуланып, қатты қапа болып отырды. Когда против мирных демонстрантов были применены саперные лопатки, девушек избивали дубинками, кирзовыми сапогами. Слово «казахский национализм» — это обвинение всему казахскому народу. Жариялылық пен ашықтық кезеңі келгеніне қарамастан, 86 жылға Алматыдағы желтоқсан оқиғасы туралы мәселені съезде көтермейтінімізге олардың көңілі толмайды. Елімізде алғаш рет бейбіт шерушілерге қарсы сапер күректер, әскери иттер қолданылды. Қыздарды дубинкамен ұрып, керзетікпен тепті. Толық емес мәліметтер бойынша 2000-ға жуық адам қамауға алынды. Мыңдаған адамдар оқу орындарынан шығарылып, жұмыстан қуылды. Саяси дайындығы жоқ жүздеген жас жігіттер мен қыздардың өмірінің мәңгілікке күл паршасы шықты. 5000 адамды, 10.000 адамды, 100.000 адамды ұлтшыл деуге болар, бірақ бүкіл қазақ халқын ұлтшыл деп кінәлауға болмайды ғой. Қазақ ұлтшылдығы деген сөз бүкіл қазақ халқына тағылған айып. Біз халыққа жабылған ауыр әрі лайықсыз айыпты алып тастап, әділеттілікті қалпына келтіруді сұраймыз дейді. Біз бұл жерде Шахановтың сөзін қысқартып беріп отырмыз. Шаханов осы баяндамасы арқылы желтоқсаншылардың ісін зерттейтін комиссия құрып, оларды ақтап алуға қол жеткізді. Оған дейін билік желтоқсаншыларға халық жауы секілді қарап келген еді. Сол кезде Шахановтың баяндамасын тыңдап отырған Горбачев қып-қызыл болып түтіп кетті. Осы жиыннан соң Назарбаев Шахановты ұрды деген сыбыстар да бар. Бірақ бұған нақты дәлел жоқ. Дегенмен осы оқиғадан соң Шахановтың карьерасы өле бастады. Оны жоғарыдағылар мемлекеттік қызметке араластырмауға тырысты. Тіпті өлтірмек те болыпты. Желтоқсан мәселесін сондай биік мінберлерде көтерген соң, қатты ауырып қалдым да мені Кремльдің емханасына апарды. Сол жерде дәрігерлер тексеріп, миыңыздың жартысына қан бармайды екен, тез арада ауруханаға жатуыңыз керек деді. Мен қонақ үйге барып, желтоқсан оқиғасын тексеріп жүрген құжаттарымды сейфке жасырып, ертесіне келіп жатуға келістім. Түн ішінде біреу қоңырау соқты. Дауысы күңгірлеп естілді. Соған қарағанда 3 әріптің адамдарына ұсталып қалмау үшін қандай да бір айла қолданған болуы керек. Шахановсыз ба? Иә, ауруханаға жататын болдыңыз ба? Ертеңнен бастап жатамын. Жатсаңыз, шықпайсыз, деді де телефон тұтқасын қоя салды. Өзіме қастандық жасалмақ екенін түсіне қойдым. Сол күні түнде таң атар атпастан өте сақтықпен, көрші жігіт арқылы машина шақыртып, КСРО халық депутатының куәлігі арқылы Алматыға ұшып келдім дейді Шаханов. Осылайша Шаханов бір өлімнен аман қалды. Шахановтың айтуынша, кейін оның отырған көлігін жарып жібермек болған. Тіпті ауруханада есінен танып жатқанда, оны өлі адамдардың қатарына жатқызып қойыпты. Аққа құдай жақ демекші, ақырында Шаханов жеңіске жетеді. 2001 жылы Горбачев Алматыға түргенге келеді. Нақ осы кездесуде Шаханов оны 86 жылға желтоқсан көтерілісі кезінде жіберген қателіктер үшін қазақ халқынан кешірім сұрауға мәжбүрлейді. Михаил Сергеевич кеште болса өз қателігін мойындайды. Және де ол одақ тұсында ұлт санасынан өшіріліп, 70 жыл бойы айтылмай келген Наурыз мейрамының халықпен қайта қауышуына мұрындық болады. Ол Геннадий Колбинге арнайы бас сұғады. Бірақ Геннадий Наурыз діни мереке екенін айтып, оны қайтармайтынын мәлімдейді. Сол кезде Шаханов Геннадий мырзаны алдауға мәжбүр болады. Наурыз мерекесі төңірегінде өте үлкен мәселелер бар. Желтоқсан оқиғасына қатысқан адамдардың барлығын маскүнемдер, нашақорлар, бұзақылар деп атадыңыздар. Компартия орталық комитетінің саяси бюросы бүкіл қазақ халқын қаралады. Ертеме кешпе шындық орнына келеді. Сізге де бүкіл халық жылан көргендей жиырла қарайды. Егер сіз Наурыз мерекесін тірілтіп берсеңіз, бүкіл қазақ сізге басқаша көзбен қарайтын болады дейді.
Сонда Колбиннің көзі жайнап кетті. Ендеше мен Горбачевты қалай болғанда да көндіремін, Наурыз мерекесін тойлайық дейді. Сөйтіп, 88 жылы қазақтың өшкені жанып, Наурыз мейрамы тұңғыш рет Алматының Максим Горький атындағы орталық саябағында кең ауқымда тойланады. Кейін, Қазақстан тәуелсіздік алған соң биліктегілер Шахановтан құтылғысы келді. Өйткені Шаханов ылғи жоғары мінберде қазақтың мәселесін айтып, оны халықаралық деңгейге шығаратын. Биліктегілер Қазақстандағы мәселелер дүние жүзіне таралып кетпесін деп, 90-шы жылдардың ортасында парламенттік басқаруды тоқтатып, президенттік басқаруға көшті. Яғни депутаттар енді ештеңе шешпейтін болды. Әйтпесе оған дейін президент депутаттармен санасуға мәжбүр еді. Тіпті депутаттар қаласа президентті орнынан алып тастай алатын. Және де билік Шахановты 93 жылдан бастап 2003-ке дейін Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметіне жіберді. Ол кезде елші дегендерді елден қуылғандар деп есептейтін. Яғни абыройлы адамдыға қызмет бермеу үшін оны шетелге елші қылып жіберетін. Осылайша Қазақстан билігі Шахановты 10 жылға Қырғызстанға айдап жіберді. Оған әкім, министр секілді үлкен қызмет бермеді. Егер Шаханов президент болса, еліміздің халқын 100% қазақ тілінде сөйлетер еді. Еліміздің қазынасын тонап жатқан жемқорлардың бәрін қамап, ататынын атып жойып жіберер еді. Қазбалы байлықтан түскен ақшаның бәрі халықтың жоғын түгендеуге жұмсалар еді. Себебі Шаханов еліміздегі олигархтар секілді ақшаға арын сатуға барған емес. 2003 жылдары Назарбаевтың билігіне қауіп төнді. ДВК дегендер Назарбаевқа қарсы шықты. Қазақстанда саяси жағдай ушығып тұрды. Халық сол кезде шыншыл Шахановты іздей бастады. Ақыры билік оны Қырғызстаннан қайтарып, мәжіліс депутаты етіп қояды. Шаханов депутат болып тұрғанда талай мәселені көтеріп көбісін шешті. Ол қазақ ұлтын жоятын үш тұғырлы тіл, қазақстандық ұлт секілді жобаларға қарсы шығып, олардың күшін жойды. Тіпті кезінде білім министрі Сағадиев ОБТ-дан қазақ тілін алып тастамақ болады. Бұған Шаханов ашуланып былай дейді: талай министрді көрдік қой. Бірақ өз басым дәл мына Сағадиев секілді миымен емес, қарнымен ойлайтын бірде-бір министрді көрмеппін. Қазақ тілін алып тастау деген не сұмдық. Жапонияда бала 12 жасқа толғанша ешқандай шет тілін оқытпайды. 12 жасқа дейін баланың бойына ана тілінің құдіретін сіңіреді. Одан кейін мейлі 100 тіл үйренем десе де өз еркі. Моноұлтты және монолитті деп есептелетін Жапония қоғамы осындай болғанда бізге не жорық десейші. Сағадиевтің мақсаты біреу ғана. Ол ұлтты құрту. Шаханов шындықты көп айтып, билікке қарсы шыға бергесін оны ешқандай телеарнаға шақыртпай қояды. Сұхбаттарын ешқайда жарияламайды. Биліктен сондай құпия тапсырма түседі. Бұрынырақ менің өзімді күніне 3 телеарнаның бағдарламасына шақыратын. Қазір жарты жылда бір телеарна шақырмайды. Неге? Өйткені мені насихаттамау керек деген тапсырма берілген. Қайда барсам, сол алдымнан шығады. Мен оған үйреніп кеткенмін. Ренжімеймін де. Бастысы мені халық қолдайды. Менің сөзімді тыңдайды. Мені жақсы көреді дейді Шаханов. Билік Шахановты онша құрметтемеді. Бірақ оны құрметтеу әлі кеш емес. Оның қазаққа сіңірген еңбегі зор. Шаханов Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы сынды қазақтың рухани көсемдерінің бірі. Ол бүгінгі Махамбет, бүгінгі Абай. Қазақ әйелі Мұхтардай 10 ұл туғанда қазақ бүгінгідей жетімдік күй кешпеседі. Атаққа, ақшаға, ұлтын, жұртын отанын сатып кететіндер өріп жүргенде оның дүниеге қызықпайтыны да ұлылығы. Қырғыз халқы Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановты қатар қойып, екеуін шығыстың қос Эверест шыңы деп атады. Қолда барда алтынның қадірі жоқтың кебіне келтірмей, Мұхтардан мін іздемей, оның ұлылығын мойындайық дейді Төрежан Мәндібай. Мұхтар Шаханов мықты ақын екенін де айту керек. Оның жігерлендіру, махаббатқа жан пидалық ете алмадың деген мәңгі өшпес өлеңдері бар.